көк тәңірінің оғландары, бүкіл түркі жұртының арландары мен қабыландары, бұмын қаған мен істемі қаған таққа қонды. Елімді ел етемін деп, жерімді көгертемін деп, оттай асау, оқтай ұшқыр атқа қонды. Ормандар аңға толды, өрісі малға толды, жерінің тегінен май ағып тұрған, ағаштарының балағынан бал ағып тұрған ел болды. Құнары асыл жер болды, сол елдің айналасы түгел, бұзылған сеңдей, жапырып кеткісі кеп тұрған көшкені селдей, түп тамырымен қопарып батырып кеткісі кеп тұрған дұшпан екен. Күндердің күнінде жан жағынан олар құрсаудай бүріп қысқан екен. Сол кезде көк түркінің кеуделері көріктей ісінген, жаяулыны құмалақтай, найзасының ұшын іліп, аттылыны қуалап жүгіріп бүріктей түсірген, бастыны бастары жерге тигенше идірген, табанын жалатып арттарын сүйдірген, зеліні тізелерінен дірілдетіп, түйедей бақыртып шөгірген, қалғандары оқ түйген мақлұқтай қашып, тау менен тастардан асып, алды артына қарамай жөнелген.